Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін қонақ келгенде немесе мереке күндері жасалынатын салаттың рецептімен бөлісемін. Ең алдымен бұрыштарымызды турап аламыз. Дәл видеода көріп тұрғандарыңыздай. Тәтті бұрышты қалауыңызша қоссаңыздар болады. Мінекей турап алдық. Турап алған бұрыштарымызды бөлек бір ыдысқа саламыз. Енді қиярын тураймыз. Қиярды ұзынша етіп турап шығамыз. Енді қызанақты тураймыз. Ортасынан бөліп, ұзынша етіп турап шығамыз. Піскен ет. Міне осылай дәл видеода көріп тұрғандарыңыздай турап аламыз. Міне осылай төрт бұрыштап турап шықсаңыздар өте әдемі, салатта әдемі көрінетін болады. Кинзаны ұсақтап турап аламыз. Көк пияз қосамыз. Пиязды осылай қиғаштап турасаңыздар өте әдемі көрінетін болады. Чеснок. Чеснокты осылай майдалап турап аламыз, немесе үккіштен үккізсеңіздер болады. Барлығын біріктіреміз. Дәміне қарай қара бұрыш, қызыл бұрыш, паприка, тұз, соя тұздығын құямыз. Алдын ала майымызды қыздырып алдық. Қысып тұрған майымызды құйып араластырамыз. Міне езбей, жайлап араластырған дұрыс. Міне қараңыздар, салатымыз дайын болды. Көрінісі өте тамаша. Міне жақыннан қараңыздар. Мереке күндері немесе қонақ келгенде тез дайын болатын салат. Сіздермен болған Эльмира. Келесі видеоларда кездескенше астарыңыз дәмді болсын.